Қысқасын айтқанда, идея жоқ. Ойбай, қайттан. Қысқасын айтқанда, идея жоқ. Ол күні мен ұйықтап жаттым. Отырып ұйықтадым. Ұйықтап тұрдым. Бір кезде оянып кеттім. Бір қарасам, үйдің бәрі шашылып тұр. Оказывается, бүгін бейсенбі екен ғой. Ё-май, ертең видео шығару керекпін ғой. Қандай видео түсірсем болады? Идея қайда? Да ну, в натуре идея қайда? Қой, жатам-ау. Демалу керек. Осы уақытқа дейін не істеп жүрдім мен? Әрине сушняк ішіп жүрдім. Жоқ, ойланыр болады. Идея айтшы маған. О, аниме. Мен депрессияға жаттым. Хотя жоқ, депрессияға оттым. Қой, тұрайын лучше. Лучше идея іздейін видеоға. Таптым. Шикат мега пайдалы ғой. Мен кеше жеп тастаған екенмін ғой. Бір қарасам, Нұрлан Қойынбаевтың эфирі болып жатыр екен. Соған запрос тастадым. Оказывается, ол Нұрлан қалам екен. Ол мен көп сөйлестім. Ол да маған өзінің инсайттарын айтты. Өзімен өзі күлді. Нормальный адам екен, оказывается. Мен одан видеоға идея сұрадым. Ол маған мықты идея айтты. Бірақ мен оны ұмытып қалдым. Кстати, мына жақ не үшін шашылып тұр дейсіңдер ма? Себебі Эйнштейн былай деді. Мне только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом дейді ғой, короче. Міне қараңдар өздері. Мен шаршадым. Видео түсіру керек в натуре. Менің камерам қайда? Мен түсіріп жатыр екен ғой. Бержан. Басым, миым жасамай тұр. Мүмкін стеналар бірдеңе айта алатын шығар маған. Қой нафиг. Давай тиктоктан бастайын. Телефоным қайда? Тикток постым. Пов, сенің идеяң жоқ деген тикток қой, короче. Ой, таста. Сразу бірдеңе түсіріп бастау керек. Камерамды алдым. Аштым. Постым. SD карта жоқ екен. Нафиг. Мен натуре шашадым. Жата тұрам. Идея келді. Қысқасын айтқанда идея жоқ деген түсірем. И осы видео қайттан басталады. Ол күні мен ұйықтап жаттым. Отырып ұйықтадым. Ұйықтап тұрдым. Бір кезде оянып кеттім. Бір қарасам, үйдің бәрі шашылып тұр. Оказывается, бүгін бейсенбі екен ғой. Ё-май, ертең видео шығару керекпін ғой. Қандай видео түсірсем болады? Идея қайда? Да ну, в натуре идея қайда? Қой, жатам-ау. Демалу керек. Осы уақытқа дейін не істеп жүрдім мен? Әрине сушняк ішіп жүрдім. Жоқ, ойланыр болады. Идея айтшы маған. О, аниме. Мен депрессияға жаттым. Хотя жоқ, депрессияға оттым. Қой, тұрайын лучше. Лучше идея іздейін видеоға. Таптым. Шикат мега пайдалы ғой. Мен кеше жеп тастаған екенмін ғой. Бір қарасам, Нұрлан Қойынбаевтың эфирі болып жатыр екен. Соған запрос тастадым. Оказывается, ол Нұрлан қалам екен. Ол мен көп сөйлестім. Ол да маған өзінің инсайттарын айтты. Өзімен өзі күлді. Нормальный адам екен, оказывается. Мен одан видеоға идея сұрадым. Ол маған мықты идея айтты. Бірақ мен оны ұмытып қалдым. Кстати, мына жақ не үшін шашылып тұр дейсіңдер ма? Себебі Эйнштейн былай деді. Мне только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом дейді ғой, короче. Міне қараңдар өздері. Мен шаршадым. Видео түсіру керек в натуре. Менің камерам қайда? Мен түсіріп жатыр екен ғой. Бержан. Басым, миым жасамай тұр. Мүмкін стеналар бірдеңе айта алатын шығар маған. Қой нафиг. Давай тиктоктан бастайын. Телефоным қайда? Тикток постым. Пов, сенің идеяң жоқ деген тикток қой, короче. Ой, таста. Сразу бірдеңе түсіріп бастау керек. Камерамды алдым. Аштым. Постым. SD карта жоқ екен. Нафиг. Мен натуре шашадым. Жата тұрам. Идея келді. Қысқасын айтқанда идея жоқ деген түсірем. И осы видео қайттан басталады.